Баршаңызға сәлем, Аспаз Келін каналына қош келдіңіз. Бүгін осындай керемет ет пен қияр қосылған өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Қонақтар келген кезде тез-тез жасасаңыз өте дәмді салат. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай қиярларымызды солонка тәрізді қылып турап алатын боламыз. Өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Менде осылай тек бір порциялық қана жасадым. Сіздер өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай жасайсыздар. Осылай солонка тәрізді қылып турап алатын боламыз қиярымызды. Шынымен де жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Содан соң болгар бұрышымызды осылай турап аламыз. Мен сары қызыл болгар бұрышын таңдадым. Өздеріңіз көк болгар бұрышын да салсаңыз болады, өте дәмді болады ол да. Солай өздеріңіздің қалаған бұрыштарыңызды салсаңыз болады. Содан соң осылай сәбімізді үкіштен өткізіп аламыз және етімізді осылай солонка тәрізді қылып турап аламыз. Егер етіңіз осылай мұздай кезде турасаңыз өте жақсы туралады, солонка болып, әрі жіңішке болып тез пісетін болады қуырылған кезде. Енді табамызға майымызды құйып, етімізді қуырып алатын боламыз. Менің етім тұздалғандықтан мен тұз салған жоқпын. Сіздер өздеріңіз дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Жақсылап қуырып аламыз. 5-10 минут тез піседі етіміз, өйткені жіңішке туралған соң. Енді үстіне жаңағы тәтті болгар бұрыштарын саламыз және осылай үкіштен өткізілген сәбізімізді де салып жақсылап қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз, шикілеу қылып қуыратын боламыз. Осылай енді бір қасық соевый соусымызды саламыз. Жақсылап тағы да бір 5 минут қуырып аламыз. Содан соң отымыздың астын сөндіретін боламыз. Және туралған қиярымыздың үстіне салатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды салыңыздар. Енді ас көгімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай араластырып, бір 10 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар, өте дәмді салат болып шығады. Сіңіп, дәмдері бір-біріне. Сіздер де жасап көріңіздер, қонақтарыңызға таң қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аспаз Келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа 2 рецепттен салып отыратын боламын. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар.